Көпшіліктің сұранысы бойынша достар, Samsung'ты да жоғалтқанда iPhone секілді iCloud арқылы табуға бола ма деген екен. Өздеріңізде дәл осындай Samsung аккаунт болу керек. Ол үшін Google аккаунт емес, ол Samsung аккаунт, яғни сіздің бүкіл мәліметтеріңіз, бәр нәрсеңіз сақтайтын. Жоғалтып алсаңыз отпечатыңыз арқылы кез келген Samsung'ты алып бүкіл мәліметті өткізуге. Және так, мынаны жоғалттық, таппай жүрсіздер. Екінші телефонды аламыз, Samsung аккаунт дегенді жазамыз осы мына браузерге достар, кез келген браузерге, сөйтіп осыған кіреміз. Өз Samsung аккаунттарыңыз, парольдеріңіз жазып кіресіздер. SMS сұрайды нөмір, сол SMS жазсаңыздар болды. Енді мына жерде 23+ мына тұрған найти мой устройство дегенді басамыз осыны. Найти мой устройстводан кейін достар осылай шығады. Включить дегенді, мысалға сигнал дегенді бассаңыздар, сіздер мына жақтан звук шығады достар. Дәл осылай звук шығып тұрады біріншіден. Остановить. Удалить данные дегенді бассаңыздар, мынау сброс жасалып кетеді, бүкіл мәлімет өшіп кетеді достар. Отслеживать местоположение дегенді бассаңыздар, қай жерде тұрғанын көрсетеді. Егер сим картаңыз қосылып, жаңағы Wi-Fi-ға бір нәрсеге қосылса, бірден тауып аласыздар. Мына текущее местоположение Сәкен Сейфуллин 41 Астана толығымен көрсетіп тұр. Енді достар, жоғалған кезде сіздің телефоныңызды прошивка жасай алмайтындай өте қиын жағдайға істеуге болады. Ол үшін режим утеря дегенді қосамыз достар. Samsung аккаунтыңыздың паролін сұрайды, осы жерде тересіздер. Кірген соң осы жерге пин-код 2 рет қайталап өздеріңіз ойлап қоясыздар және өз нөміріңізді жазасыздар. Мына жерге бір өздеріңіз жазасыздар. Пин-код 0 деп қоя салайық қазірше. 0. Бұл еш нәрсені өшірмейді достар, уайымдамаңыздар. Нөмір алдына плюс еш нәрсе жазбайсыздар. Өз нөмірлеріңізді осылай жазасыздар. 705-887-0008 менікі. Мына жерге бетіне шығатын SMS жазыңыздар. Дәл осылай жазып қойыңыздар. Бұл телефон жоғалды дегенде емес, осылайынан жоғалтып алдым, қайтарған адамға жақсы сыйақы жігітше деп. Бұл бәрібір программистке, басқа біреуге барады, болмаса сайманға өткізеді. Алған адам да осыны көріп сізге хабарласатын болады. Вероятность достар 50-де 50. Мына заблокировать дегенді бастыңыздар, телефонға кетеді достар. Мына телефон заблокирован и защищен достар. Мына жерде сіздің телефоныңыз міне. Жоғалтып алдым, қайтарған адамға жақсы сыйақы жігітше 705-887-0008. Енді сіз бұған парольді қойдыңыз, сіз ғана білесіз пин-кодты. Пин-кодты олар іздейді, таба алмайтын болса, прошивка жасап, разблокировка жасаудың өзі өте қиын достар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Жаңағы Samsung'та дәл iPhone секілді бүкіл нәрсесі болады достар. Бұл тек қана Android'тарда, Samsung'та емес, Xiaomi аккаунт, Oppo аккаунт деген, ол Google аккаунт емес, сол аккаунттары болады. Қосымша соны өздеріңіз двухсторонний аутентификация нөмірлеріңізге енгізіп тіркеп қоятын болсаңыздар, осындай жағдайларда сіздерге қатты қажет болады. Және де осы Samsung, Xiaomi аккаунттардың бір пайдасы, бұл Android'тарда өте көп орын береді. Жоқ дегенде 50-60 гигабайт орын береді. Ішіндегі бүкіл мәліметтерді кейін жоғалтқан жағдайда, бұзып алған жағдайда өздеріңізге аккаунтыңыз арқылы өткізіп аласыздар. Видео ұнаған болса лайк басамыз, комментария жазамыз достар. Таныстарыңызға бөлісіп жіберсеңіздер болады. Біліп жүріңіздер, үйреніп жүріңіздер, сандық сауатты болыңыздар. Ассалаумағалейкум.